Мейлінше аз күш жұмсау ережесі. Антрополог және биолог Джаред Даймонд өзінің атақты кітабы «Қарулар, микробтар және құрышта» қарапайым мәліметке мән берген. Құрлықтардың пішіні әртүрлі. Бір қарағанда жұрттың бәріне аян. Оның бұл пайымы маңызсыз сияқты көрінеді. Дегенмен дәл осы жайт адамдардың мінез-құлқына терең әсер ететіні анықталған. Американың негізі осы солтүстіктен оңтүстікке қарай өтеді. Яғни солтүстік Америка мен оңтүстік Америка аумағы кең әрі жалпақ емес. Ұзын әрі жіңішке болып келеді. Африкада соған ұқсайды. Ал Еуропа, Азия және таяу шығысты қамтитын аймақ олардан ерекше. Жердің бұл бөлігі шығыс-батыс бағытта жазылып жатыр. Даймондтың пікірінше, құрлықтар пішініндегі мұндай айырмашылық ғасырлар бойы ауыл шаруашылығының өркендеуіне айтарлықтай әсер еткен. Ауыл шаруашылығы бүкіл жер шарына тарай бастаған уақытта адамдарға оңтүстік-солтүстік бағыттан гөрі шығыс-батыс бағытында қоныс тепкен қолайлы болды. Өйткені бір ендікте орналасқан жерлердің климаты бір-біріне ұқсас, күн сәулесі мен жауын-шашын бірдей түседі. Сонымен бірге мұндағы маусымдық өзгерістер де ұқсас келеді. Осындай факторлар Еуропа мен Азия халықтарының дәнді дақылдардың бірнеше түрін егіп, Франциядан Қытайға дейін созылып жатқан құрлықты бойлай егін шаруашылығын өркендетуіне әсер еткен. Салыстырар болсақ, солтүстіктен оңтүстікке сапар шеккенде климаттың тез өзгеретінін байқау қиын емес. Флорида штаты мен Канаданың өзінде ауа райының айырмашылығы жер мен көктей. Әлемдегі ең талантты фермер болсаңыз да, Канадада флоридалық апельсиндерді өсіре алмайсыз. Қар топыраққа балама бола алмайды. Сол себепті шаруалар дәнді дақыл алқабын солтүстіктен оңтүстікке қарай таратқан уақытта үнемі климатты ескеріп отыруға мәжбүр болады. Соған байланысты Азия мен Еуропадағы ауыл шаруашылығы солтүстік және оңтүстік Америкамен салыстырғанда 2-3 есе жылдам дамыған. Болмашы айырмашылық ғасырлар бойы халықтар тұрмысына әсер еткен. Азық-түлік өндірісінің өсімі халық санының артуына ықпал етпей қоймады. Адам саны жеткілікті болғандықтан бұл мәдениеттер қуатты әскер құра білді. Жаңа технологияны дамытуға мүмкіндік туды. Өзгерістер шағын қадамдардан басталады. Егістік аумағы кеңейіп, халық саны аз-аздан өседі. Уақыт өте келе екі жатыршадағы мәдениеттер дамуындағы айырмашылық ұлғая берді. Ауыл шаруашылығының өркендеу тарихын мінез-құлықты өзгертудің үшінші ережесінің ғаламдық масштабы мысал ретінде келтіріп отырмын. Әдеттерді өзгертудің кілті мотивация деген жалпыға ортақ көзқарас бар. Бәлкім сіз бірдеңені жан-тәніңізбен қаласаңыз, оған да жететін шығарсыз. Шындығы сол, нағыз мотивация жалқаулыққа бой алдырып, өзіне ыңғайлы іспен ғана айналысу. Біз бір бестесілерде сізге мұны ақымақтар емес, нағыз ақылдылар ұсынатын стратегия деп түсіндіруі мүмкін. Күш-қуат алтыннан да қымбат. Сол себепті адам миы оны мүмкіндігінше үнемдеуге бейім. Адам табиғаты қандай жағдай болмасын, мейлінше аз күш жұмсау ережесіне бағынады. Егер бізге екі түрлі жұмыс ұсынса, екеуінің ішінен жеңілін таңдаймыз. Мәселен, егістік алқабының климаты бір-біріне ұқсамайтын солтүстік бағыттағы жерлерде емес, климаты ұқсас шығысқа қарай жаяу әлдеқайда оңай болған. Қандай да бір әрекет жасау керек болса, біз қай уақытта болмасын, мейлінше аз күш жұмсап, көбірек жетістікке жетуге болатын жолды таңдаймыз. Өйткені біз жеңіл жұмыс істеуге бейімбіз. Әрбір әрекет белгілі бір мөлшерде күш-қуатты қажет етеді. Көп күш талап ететін жұмыстың орындалуы екі талай. Сіз күніне 100 рет кеудені жерден көтеру жаттығуын жасауға бекінесіз. Оған көп күш керек болады. Бір нәрсені енді бастаған уақытта бар күшіңізді бойыңызға жиып, содан мотивация алуыңыз мүмкін. Алайда бірнеше күннен соң мұндай күрделі жаттығу қажытып жібергендей көрінеді. Ал күніне бір рет кеудені көтеру әдетте ешқандай күш-қуат қажет етпейді. Сол себепті күш-қуат аз жұмсалатын әдеттер тез қалыптасады.
Өміріңіздің бір бөлігіне айналған кез келген әрекетіңізге зер салыңызшы. Оны орындау үшін айтарлықтай мотивацияның қажеті де жоқ екенін байқайсыз. Телефондағы жаңалықтарды шолу, электрондық поштаны тексеру және теледидар көру сияқты әдеттер көп уақытымызды алады. Себебі оларды орындау үшін ешқандай да күш жұмсамаймыз. Олар сондай ыңғайлы. Басқа бір қырынан алып қарар болсақ, әдеттерді сіз қалаған дүниеге жету жолындағы кедергі деп сипаттауға болады. Диета ұстау сымбатты дене бітіміне жету жолындағы кедергі. Медитация жан тыныштығына жету жолындағы кедергі. Күнделік жазу анық ойлауға кедергі жасайды. Шын мәнінде сізге әдеттің өзі керек емес. Сіздің қалауыңыз әдеттен кейінгі нәтижеге жету. Кедергі көбейген сайын, яғни әдет күрделі болған сайын, мақсатыңыз алынбас қамалдай көрініп, өзіңізді қинай бастайсыз. Сол себепті өзіңізге ұнамсыз әдетті ұстану үшін оның оңай болғаны абзал. Жақсы әдетті өзіңізге ыңғайлы ете алсаңыз, оны қалыптастыру жеңіл болады. Бірақ сіз маған бәрін керісінше істейтін, қиындықты жеңгеннен ләззат алатын адамдарды алға тартатын шығарсыз. Оларды қайтеміз деп сұрайсыз. Адам баласы жалқаулыққа бейім болса, бала тәрбиелеу, кәсіп ашу немесе эверст шыңын бағындыру сияқты қиын міндеттерді қалай орындап жүр? Әлбетте, күрделі міндетті орындау сіздің де қолыңыздан келеді. Бірақ мен сіздің ауыр жұмыс істеп жүріп, қажыған кезде қолды бір сілтеп бәрін тастап кеткіңіз келетіні туралы айтып отырмын. Осындай кезеңде өмір сынағынан сүрінбей өтіп, қиындықты еңсеру үшін кейбір дүниелердің сізге қызмет еткені аса маңызды. Сіз аз қиналсаңыз, ішкі меніңіздің сыртқа шығуы оңай болады. Жеңілдетіңіз деп аталатын идеяның мәні тек қана оңай іспен айналыссаңыз деген сөз емес. Ол келешекте өз жемісін беретін әрекетті дәл қазір мейлінше жеңілдетуге тырысу дегенді білдіреді. Қиналмай-ақ үлкен жетістікке жету жолы. Ортаңғы тұсы бүгілген құбыршекті ұстап тұрмын деп елестетіңіз. Су сыздықтап ағып тұр. Сіз су ағынын күшейткіңіз келеді. Оны күшейтудің екі жолы бар делік. Біріншісі, бұранданы ашып жіберіп, судың ағынын күшейту. Екіншісі, құбыршектің бүгілген жерін түзетіп, судың еркін ағуына мүмкіндік беру. Күрделі әдет қалыптастырам деп мотивацияны арттыруға тырысу. Бүгілген құбыршек арқылы суды сыздықтатып ағызумен бірдей. Әлбетте, олай істеуге де болады, бірақ оған күш көп жұмсау керек. Өміріңізді қиындатып жіберуі мүмкін. Әдеті қарапайым әрі жеңіл іске айналдыруды құбыршектің бүгілген жерін түзетіп жіберумен сипаттауға келер еді. Қиындықты жеңуге күш жұмсағанша, оны жеңілдетудің жолын іздеңіз. Сондай тиімді жолдардың бірі сіз өмір сүретін ортаны өзгертуге тырысу. 6-шы тарауда біз стимулдарды көре білу туралы айттық. Сол сияқты енді сіз әдет қалыптастыруға ықпал ететін әрекетті жеңілдету үшін ортаны өзгертуді үйренесіз. Мәселен, жаңа әдет үшін тәжірибе алаңы ретінде өзіңізге жақсы таныс ортаны таңдаңыз. Әдеттер өмірмен атасып жатса, оны қалыптастыру да оңайға соғады. Жұмысқа барар жолдағы спорт залына кіре салу сізге әлдеқайда жеңіл. Өйткені аялдамадан түсіп, аса таныс емес жолға түсу ішкі қарсылықты оятады. Мәселен, жаттығу залы сіз тұратын үй немесе жұмыс арасындағы жолдан алыс болса, оған жету үшін үйреншікті жолдан бұрылуға тура келеді. Ішкі қарсылықты үйде немесе жұмыста отырып жеңген қолайлы болады. Біз көбіне ішкі қарсылық күшіне енген уақытта әдет қалыптастыруға тырысамыз. Мысалы, достармен дәмханаға жиналғанда диета ұстағымыз келіп кетеді. Үй шаруасы жағынан алған уақытта жазу жазғымыз келеді. Смартфонда алаңдататын дүние көп екенін біле тұра, ойды жинақтау үшін телефонға жүгіреміз. Негізі олай болмауы керек. Әдет қалыптастыруға кедергі жасайтын ішкі қарсылықтан оңай құтылуға болады. 1970 жылы Жапониядағы электроника өндірушілер дәл осылай жасаған. The New York газетінде қашанда жақсы деген тақырыппен жарық көрген мақаласында Джеймс Журавский жапон өндірушілері үнемшіл өндіріс деп аталатын жүйеге ден қояды. Жұмысшылар станоктарға жеткенше уақыт жоғалтпас үшін жұмыс кеңістігін қайта жобалаған. Өндіріс процесіндегі кейбір аз-маз шығындардан арылған.
соның нәтижесінде жапон зауыттары әлемде ең тиімді жұмыс істейтін орынға айналып, жергілікті өнімдер америкалық тауарлардан да асып түсті. 1974 жылы америкалық түрлі түсті теледидар жөндейтін орталыққа келіп түскен қоңыраулар саны жапондық орталыққа келіп түскен қоңыраудан 5 есе көп болған. 1979 жылы америкалық жұмысшылар теледидар бөлшектерін жөндеуге жапондармен салыстырғанда 3 есе көп уақыт жұмсаған, деп жазды. Маған бұл стратегияны қысқарта отырып көбейту деп атаған ұнайды. Жапон компаниялары өндіріс процесіне кедергі келтіретін әрекеттердің бәрін анықтап, оларды жойып отырған. Босқа жұмсалатын күшті азайтып, кіріс пен клиентті көбейтті. Сол сияқты бізде де уақыт пен күш-қуатты текке шығындайтын кедергілерден құтылсақ, көп дүниеге аса қиналмай жетеміз. Үй жинауды ұнатуымыздың бір себебі осы. Алға жылжи отырып, тәртіпті қайта орнатамыз. Адамды өзіне тез баурап алатын өнімдерге зер салсаңыз, олар сіздің өміріңізді жеңілдететін тауар немесе қызмет түрі екенін байқайсыз. Мысалы, тамақ жеткізу қызметі азық-түлік сатып алу шаруасын шешеді. Танысуға арналған қосымша бетпе-бет кездесу машақатынан құтқарады. Автокөлікті ортақ пайдалану қызметі қалада жүру қиындығын шешеді. Мессенджерлер пошта мен хат жазып отыруға қатысты проблеманы жеңілдетеді. Жұмыс істеу кеңістігін қайта жобалаған жандардың теледидар өндірісі сияқты көптеген табысты компаниялары артық қозғалыстан, уақыт жоғалтудан құтылу үшін жұмыс процесін мейлінше жеңілдетіп, автоматтандырылған түрі өнімдер шығарып жатыр. Олар қағазбастылықты азайтып, есептеудің тиімді жолдарын шығарды. Өнімдерін түсінікті тілмен жеткізеді, немесе клиенттер пікіріне көңіл бөледі. Google Home, Amazon және Apple HomePod сияқты дауыспен басқарылатын көмекші пайда болғанда, мен де достымнан бұл өнімдердің несі ұнайды деп сұрадым. Сонда ол телефонды қалтадан шығарып, музыкалық қосымшаны ашып, Play парақшасынан ән тыңдағаннан гөрі кантри стиліндегі музыканы қос дей салған әлдеқайда оңай деп жауап берді. Әрине, бірнеше жыл бұрын ғана дүкенге барып CD-диск сатып алумен салыстырғанда қалтадағы телефонды алып, көп музыканың бірін таңдай салған дүниеде ең оңай жұмыс болып көрінген еді. Бизнес дегеніміз нәтижеге оңай әдіспен жеткізуге тырысу. Мұндай әдіс-тәсілдерді үкіметтегілер тиімді пайдаланады. Салық түсімін көбейткісі келген Британия үкіметі азаматтарға салық формасын жүктеп алудың орнына тікелей сілтемемен формаға бірден өту әдісін ұсынды. Бір ғана қадамды қысқарту арқылы салық түсімін 19,2%-дан 23,4%-ға арттырды. Ұлыбритания сияқты мемлекет үшін мұндай пайызды көрсеткіш мемлекет қазынасына миллиондаған салық төлемі түскенін білдіреді. Ойынды түйіндесем, қандай жағдайда болмасын, жақсы әдетті мейлінше жеңілдетуге болатын орта қалыптастыруға тырысқан жөн. Жақсы әдетке жету жолындағы күрестің көп бөлігі уайымды азайту әдістерін іздеуге кетеді. Жаман әдеттер оны одан сайын күшейтеді. Іс-әрекетті жеңілдету үшін ортаны алдын ала дайындау. Асфальт Наколс, Миссисипи штаты Натчез қаласының IT маманы. Ол ортаны қалай дайындау керектігін жақсы біледі. Наколс әдет қалыптастыру барысында бөлмені қайта ретке келтіру деп аталатын тәсілді таңдайды. Мәселен, ол теледидар көріп болған соң пультті үстел үстіне, жастықты диванға қояды да көрпені жинап тастайды. Көліктен түскен соң қоқысты тастайды. Душқа түскен сайын су ысығанша унитазды тазалайды. Оның пікірінше, әжетхананы душқа түсер алдында тазалаған өте қолайлы. Оның әр бөлмені ретке келтірудегі мақсаты жұмыс істеген орынды үнемі жинап жүру ғана емес, келесі бір іске дайындалу. Бөлмеге кіргенде бәрі өз орнында тұрады, дейді Наколс. Әр бөлме күнде жиналатындықтан заттар өз орнында тұрады. Адамдар мені көп жұмыс істейді деп ойлайды. Шынымды айтсам, мен жалқаумын, өте жалқаумын. Осы қасиетінің арқасында бос уақытымда көп. Жүрген ортаны ұйымдастырғанда келесі істің орындалуы жеңілдей түседі. Мысалы, әйелімнің түрлі қағаздар салынған қорабы бар. Оларды туған күн, көңіл айту, үйлену тойы, мектеп бітіру
және тағы басқа деп бөліп қойған. Керек болғанда іздеген құттықтау хаты алады да іс-шара иесіне жолдайды. Соның арқасында ол миындағы құттықтау керек еді деген салмақтан арылып хат жіберуді ешқашан ұмытпайтын болған. Ал менің мінезім басқа. Біреу балалы болса, құттықтау хатын жіберуім керек еді деп ойлап жүремін. Бірнеше апта өтіп кеткенде ғана құттықтау хатын салып алу керектігін есіме түседі. Бірақ ол кезде хат жіберуге кешігіп қалғанды түсінесің. Маған мұндай әдет қалыптастыру оңай емес. Ортаны өзгертудің бірнеше жолы бар. Денсаулыққа пайдалы таңғы ас әзірлегіңіз келсе, күні бұрын кешкісін табаны пештің үстіне, аспаз құралын үстел үстіне қалдырыңыз. Тамақ әзірлеуге қажетті заттардың бәрін шығарыңыз. Таңертең оянған уақытта ас дайындау оңай болады. Ортаны алдын ала дайындап қойсаңыз, керек кезінде оны пайдасы тиеді. Спортпен шұғылданыңыз келе ме? Спорт киімін, аяқ киімді, сөмкені және бір бөтелке суды алдын ала әзірлеп қойыңыз. Дұрыс тамақтанғыңыз келе ме? Демалыс күндері жеміс-жидек пен көкөніс турап арнайы ыдыстарға толтырып қойсаңыз, апта бойы алып жеу қиын болмайды. Бұлардың бәрі көп жұмсамай жақсы әдет қалыптастырудың қарапайым әдістері. Сол сияқты жаман әдеттен арылғыңыз келсе, осы әдістің кері баламасын қолдансаңыз болады. Мәселен, теледидарды жиі көретін болсаңыз, әр қараған сайын оны тоқтан ажыратып тастап отырыңыз. Шынымен көргіңіз келетін шоу атауын дауыстап айта алған жағдайда ғана теледидарды қайта тоққа қосыңыз. Өзіңізге осылай нұсқау беру арқылы әдетті қиындатып, теледидарды жиі көруден құтыласыз. Бұл кеңесім көмектеспесе, басқа да әдістерді сынап көріңіз. Теледидарды көріп болған соң, оны өшіріп, пульттен батарейкасын алып тастаңыз. Сол кезде оны қосуға қосымша 10 секунд қажет болады. Сонда бұл әдетіңізден арыла алмасаңыз, әр қараған сайын теледидарды шкафқа салып қойыңыз. Сіз оны шынымен көргіңіз келген уақытта ғана алып шығатыныңызға сенімді болыңыз. Кедергілер көп болған сайын әдеттің пайда болуы ықтималдылығы бәсеңдейді. Мен де түске дейін мүмкіндігінше телефонды басқа бөлмеге апарып тастауға тырысамын. Ол жанымда болса, қайта-қайта тексере беретін әдетім бар. Ал басқа бөлмеде тұрса, ешқандай себепсіз жүгіре бермеймін. Соның арқасында таңертең 3-4 сағат үзіліссіз жұмыс істей аламын. Телефонды басқа бөлмеге апарып тастаудың өзі іске аспайтын әдіс деп есептесеңіз, досыңызға немесе отбасыңыздағы жақыныңызға телефонды бірнеше сағатқа жасырып қой деп өтініш айтыңыз. Әріптесіңізге ұстатып қойыңыз. Түске дейін тартпасынан салып қойсын да, түстен кейін қайтарып берсін. Ұнамсыз әрекеттермен күресу кезінде аса қатты қиналмаймыз. Мен сыраны тоңазытқыштағы заттардың артына қоямын. Сол себепті оны аз ішемін. Телефондағы әлеуметтік желілердің қосымшасын өшіріп тастасам, оларды қайта жүктеп тіркелгенге дейін бірнеше апта өтеді. Тәуелділік пайда болған уақытта мұндай әдістер көмектеспеуі мүмкін. Дегенмен біз үшін жақсы әдет қалыптастыру немесе жаман әдеттен арылу кезінде осындай болмашы өзгерістердің түбінде көмегі тиюі ғажап емес. Осындай ондаған болмашы өзгерістер біріксе үлкен өзгеріске айналары сөзсіз. Ата-ана, бапкер немесе көшбасшы кім болсаңыз да өзіңізге мынандай сұрақ қойыңыз. Дұрыс әрекеттерді орындау жеңіл болу үшін ортаны қалай өзгертеміз? Өміріңізді сіз маңызды деп есептейтін іс-әрекеттер жеңіл орындалатындай етіп түрлендіріңіз. Түйін: адам жаратылыстан мейлінше аз күш жұмсау қағидасын ұстанады. Біз қай уақытта болмасын жеңіл жұмысты таңдауға бейімбіз. Жақсы әрекетті жеңілдетіп, жаман әдетті қиындататын орта қалыптастырыңыз. Жақсы әдет қалыптастыру жолындағы кедергілерді азайтыңыз. Кедергі аз болса, әдет қалыптастыру оңай. Жаман әдетке қатысты қиындықтарды күшейтіңіз. Қиын болған сайын жаман әдеттен қашқақтаймыз. Іс-әрекет жеңіл орындалатындай ортаны алдын ала дайындап қойыңыз.